Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінде менің өмірімде қолданылатын мақал-мәтелдер жобасы аясында 7-ші сынып оқушылары арасында 1001 мақал сайысы өтті. Шараны қазақ тілі пәні мұғалімдерінің әдістемелік бірлестігі ұйымдастырды. Мақсаты жас ұрпақтың бойында ата-бабамыздан қалған өшпес мұра, қымбат қазынасы мақал-мәтелдерді дәріптеу. Оқушылардың тіл байлықтарын дамыту, ана тіліне сүйіспеншілігін арттыру, халық мұрасын, ұлттық құндылықтарды насихаттау, өмірге қолдана білуге, тапқырлыққа, шешендікке, тіл шеберлігіне тәрбиелеу. Сайыс кім көп біледі, кім тапқыр, мақал сөздің мәйегі, даналық ойдан дән ізде және біз білмейтін бір мақал деген 6 кезеңнен тұрды. Сайыс нәтижесін әділ қазылар алқасы шығарып, жеңімпаз сыныптарды марапаттады. Сәуір айында өткен қазақ тілі апталығы аясында менің өмірімде қолданылатын мақал-мәтелдер жобасын жүзеге асыру мақсатында үлкен үзілісте қазақ тілі әдістемелік бірлестік мұғалімдері Жанна Кітапбаева мен Гүлмира Арыстанбек ерекше форматта ойын өткізді. Алдымен барлық оқушылар суреттер арқылы бейнеленген мақал-мәтелдерді табудан жарысты. Жылдамдық пен тапқырлық танытқандар келесі кезеңге өтіп, мақалды жалғастыру бойынша өзара жарысты. Осылайша сөз мәйегі мақал-мәтелді көп әрі толық білетін мықтының мықтылары анықталды. Мақал-мәтелдер заманына қарай қалыптасып, түрленіп, саны мен қолдану аясы кеңейіп отыратын шеберлікпен жасалған сөз өнері. Ойыңдастарлап жеткізіп, бір сөзбен ғана айту шешендіктің бір үлгісі. Оқушыларымыздың көп мақал білетіндіктері және ежелден келе жатқан мақалдардың мағынасын дұрыс түсінетіндері қуантады. Бұған дәлел ретінде оқушылардың жазған эсселерін айтуға болады. Эсселер жоба үйлестірушілермен жинақталып, үздіктері іріктелді.